Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге Жарасқан Әбдірашев атындағы номер 62 мектеп-лицейінің телестудиясының сәрсенбідегі сәтті сұхбат подкасты. Бүгінгі сұхбатымыз білім саласындағы маңызды тақырыпқа, оның ішіндегі ауыл балаларына арналған олимпиада тақырыбын ерекше қозғайтын боламыз. Қонағымыз Астана қаласындағы зерделі талант бөлімінің басшысы Руслан Сарбалин Құрманғалиұлы. Ендеше сұхбатымызды бастайық. Руслан Құрманғалиұлы, бірінші көрермендерімізге өзіңіз туралы таныстырып өтсеңіз. Қайырлы күн, қымбатты көрермендер. Бүгін міне Арал ауданына келіп, номер 62-ші Жарасқан Әбдірашев атындағы орта мектептің базасында зерделі ұрпақ олимпиадасы өтіп жатыр. Осы олимпиадаға мен арнайы Астана қаласынан зерделі талант бөлімінен келіп отырмын. Менің аты жөнім Сарбалин Руслан Құрманғалиұлы. Осы зерделі талант бөлімінде басшылық қызмет етемін. Жалпы пәндік олимпиадалар бойынша қызмет етіп жатырмын. Сондықтан қазіргі біздің бастамамыз осы ауыл балаларына деген үлкен бастаманы алып келіп, осы жерден дарынды, талантты балаларды іздеуге келіп отырмыз. Жақсы. Ең алғашқы сізге қоятын сұрағым, қазіргі таңда ауыл балаларына арналған олимпиадалар өткізіліп жатыр. Жалпы бұл бастаманың негізгі мақсаты қандай? Жақсы, рахмет. Өте орынды сұрақ. Енді бәріңіз білесіздер, осыдан 3 жыл бұрын ауыл балаларына арналған ауыл олимпиадасы іске қосылды, 9-шы, 10-шы, 11 сыныптарға арналған. Одан кейін де енді зерделіде бөлек, одан бөлек енді ауыл балаларына арналған алтын асық, зерделі ұрпақ деген челленджер қатысып жатыр. Одан бөлек зерделінің негізгі олимпиадалары алтын сақа, алтын тұғыр, алтын түлек. Бұл қазақстандық барлық оқушыға, мұғалімге арналған. Осы зерделі ұрпақ олимпиадасы ауыл балаларына, оның ішіндегі шалғайдағы мектептердегі көптеген балалардың танылуына септігін тигізіп жатыр. Неге дейтініміз, мысалға, оның тіркеу кезеңі бар. Тіркеу кезеңінде барлық аудандағы, мысалға қазір Арал ауданында 48 мектеп болса, оның барлығы мысалы 3-ші сыныптан болсын, 4-ші сыныптан болсын, әрбір мектептен 10 оқушыдан төгілгідері қатысады. Іріктеуден өткен 10 мектеп аудандық кезеңге қатысады. Сонда бір ауданның өзінен 2000-ға жуық оқушы іріктеуден өтетін болса, бір ауданнан аудандық кезеңге 100 оқушы бақ сынайды. Сондықтан бұл олимпиаданың ең бірінші мақсаты сол, тек қана бір бала, 2 бала квотаға ғана шектемей, барлық баланы олимпиадаға қатыстыру. Нәтижесінде балаларға жүлделі орындар беріледі, дипломдар беріледі, сыйлықтар беріледі. Бұның барлығы сол балаларды танытуға барлық оқушылар қамтылады. Осы олимпиаданың ерекшелігі неде басқа олимпиададан айырмашылығы? Енді бұл олимпиаданың ерекшелігі, бізде көбіне олимпиада дегенде балалар партаға отырып классикалық тапсырма орындау деген елестетуі мүмкін. Ал бұл олимпиада біріншіден эстафета. Мысалға біз дене тәрбиесінде біз таяқшаны алып, екінші өзіміздің командамызға таяқшаны беріп, яғни командалық жүгіреміз, сол сияқты білімде де бұл жерде командалық 10 оқушы келеді. Яғни бірінші 5 оқушы бірінші топта, бірінші айналымда ұпайын жинап, екінші командаға береді, екінші команда екінші айналымдағы ұпай жинап, екеуінің ұпайы бір мектепке қосылады. Сондықтан командалық блиц турнир форматында өтеді. Олимпиада өте қызықты. Бұл жерде жеке оқушының ұпайы емес, команданың жинаған ұпайы есептелетін болады. Командалық жұмыс істейсіз. Олимпиадалық тапсырмалар негізі қандай бағытта, негізделген пәндік пе немесе логика ма? Енді бұл жерде екеуін де айтуға болады. Біз енді олимпиаданың есептерін құрастырушылар баланың мектепте оқып жатқан бағдарламасынан да ауытқымаймыз және логиканы да қосамыз. Сондықтан бірақ тек қана мектептің бағдарламасы болса, ол да ол балаға олимпиаданың жүйесін түсінетін балаға қызық болмайды. Бұл жердегі ең басты қызық болуы логикалық есептердің көбірек қамтылуы. Яғни логикасы бар балалар оны жақсы шығарады. Бүгін мысалға Арал ауданында өтті. Былайша айтқанда ең басынан бастап 70-60 ұпайларды көбірек жинады. Бүгін Арал ауданында 0 ұпай алған команда болған жоқ. Яғни ауылдық жерден келген балалардың ішінде логикасы бар балаларды біз көріп отырмыз. Сондықтан мен байқап тұрмын, 10 команданың ішінде әрбір мықты балалар, капитан командалар бар екенін көріп отырмыз. Біз алдағы уақытта осы балалармен жұмыс жасағымыз келеді. Бұл олимпиада Қазақстан бойынша неше облыста өтіп жатыр? Орынды сұрақ. Жаңа айтып өттім. Мысалы, бір ауданның өзінен 2000-ға жуық оқушы қатынасатын болса, қазір бірнеше ауданның өзінен аудандық кезеңнің өзіне 62 республика көлемінде 62 аудан қамтылып отыр. Яғни 6200 оқушы аудандық кезеңге офлайн келіп олимпиада қатысып жатыр деген сөз. Сонда 6200 оқушыға диплом беріледі, орын беріледі, яғни зерделінің осы тапсырмаларымен танысады деген сөз. Осы олимпиаданы ұйымдастыруда қай аймақтар белсенділік танытып жатыр?
Бізде енді тұрақты түрде біз осы Қызылорда облысына осы мен өткен айда мен 5-ші сыныптарға келген болатынмын. Енді 3-ші сыныптарға жалпы негізі батыс аймақтарда әсіресе Атырау, Маңғыстау, Ақтөбе облыстары, Батыс Қазақстан облыстары осыдан 1 жыл бұрын бастап кеткен. Одан бөлек Алматы қаласы, Алматы облысы, Қарағанды облысы, Шымкент қаласында да осы жобалар іске асып жатыр. Енді қазір осы Шығыс Қазақстан, Павлодар, Қызылорда облыстарда іске қосып жатыр. Осы ауыл оқушыларының әлеуетін қалай бағалайсыз? Енді бізде қазір білім бағыты бойынша, енді мысалы білім саласы бойынша мониторинг аналитикалық анализ жасайды. Мен байқап жүрмін, енді қала мен ауыл балаларының арасында кішкене теңсіздіктер бар екенін айтады. Бірақ мен олимпиадада мен байқап жүргенім, қаланың балалары да, қазіргі таңда ауылдың балалары да осы олимпиадада теңдей жауап беріп тұр. Мысалы, бүгінгі 70 жинап тұрған ұпайды қаланың балалары 73 жинап тұр. Сондықтан бұл жерде логика жағынан балалар бірдей деп айтуға болады. Бірақ дайындық жағынан әрине қаланың балаларының мүмкіндік көп. Яғни орталықтар болуы мүмкін, дайындайтын мұғалімдерге курсқа баруға ыңғайлы болуы мүмкін, біліктілік арттыру курстары оларға көбірек өтуі мүмкін. Бірақ болашақта енді мен байқап тұрмын, осы біз 2 жылда зерделі ұрпақ олимпиадасын өткізіп жүрміз. Дегенмен ауылдың балаларында білім деңгейі жаман емес. Осындай олимпиадалар ауыл балаларына қандай мүмкіндік береді деп ойлайсыз? Әрине орынды сұрақ. Біз математика пәнінен олимпиада өткізгенде көбісі ойлайды, мен баламды математик болсын деп. Олай емес. Мақсат біз математик болу, балаға медаль беру емес, балаға яғни логикасын қалыптастыру. Логикасы бар бала, ол қандай мамандық болсын, инженер болсын, мұғалім болсын, дәрігер болсын, техник болсын, барлық жерде де адамға логика керек. Кез келген ситуациядан шыға білу керек. Сол үшін баланың қазірден жастайынан бастап математикасы жақсы болса, ол құрылыста да математика керек, өзіңіз білесіз. Мұғалім болсақ та математика керек, есептеуге. Сондықтан біз математиканы кішкене алға тартатынбыз содан. Жақсы. Қазіргі өтіп жатырған аудандық олимпиаданың кезеңдері туралы айтып өтсеңіз, ары қарай қалай болады? Жақсы, бұл олимпиада 3 кезеңге жоспарланған, яғни мектепшілік іріктеу кезеңі өтті, қазір аудандық кезеңі өтіп жатыр офлайн форматта. Осы командадан бас жүлде иеленген командалар облысқа жолдама алатын болады. Облыстық кезең Қызылорда облысының білім басқармасының Сырдарын орталығымен бірлесе отырып, Қызылорда қаласында ұйымдастырылатын болады. Осы айдың мамыр айының 15-16 жұлдызында бұйырса ұйымдастырамыз деп жоспарлап отырмыз. Ол жерде балаларымызға дәл осындай форматта өтеді. Бірақ тағы бір ерекшелік, ол жерде жекелей тур болады. Яғни біз балаларды қазір командада біз қай баланың озып шыққанын байқай алмадырмыз, команда бойынша жұмыс жасап жатыр. Ал біз жекелей турда кейбір одан да мықты балаларды көргіміз келеді. Және ол жерде ата-аналарға да тосын сыйлықтарымыз бар. Сол үшін командалық жұмысты ата-аналарға да жасау мүмкіндігі болатын болады. Сондықтан облыстық кезеңде осы Қызылорданың 7 ауданы мен 1 қаласынан жақсы тартысты ойын болады деген үміттеміз. Жақсы, жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Сізге қояр соңғы сұрағым, осы подкастымызды көріп отырған көрермендерімізге, оқушыларға өзіңіздің бір тілегіңізді айтсаңыз. Біріншіден, осы мектептің әкімшілігіне үлкен алғысымды білдіремін. Андай мүмкіндік жасау кез келген мектепте жоқ. Мысалға, бұл осы мектепке кәсіпкерлердің жанашырлық танытып, үлкен көлемді сомамен осындай жарыққа шығаратын мектептегі балалардың жетістігін, балалардың немесе мұғалімдердің жұмысын айнадағы ата-анаға таныстыру үшін осындай ақпарат құралдарымен қамтамасыз еткен кәсіпкерлерге және осыны ұйымдастырған мектеп ұжымына үлкен алғысымызды білдіреміз. Бұл үлкен мүмкіндік басқа мектептерге де сабақ болады деген ойдамыз. Көбейсе жақсы болады деген үміттемін. Ал екіншіден, барша Арал аудандық білім бөліміне қарасты мектептердің барша бүлдіршіндеріне, оқушыларымызға және түлектерге баршаңызға сәттілік тілейміз. Алда енді жақын арада үлкен мейрамдарымыз келе жатыр. Бірлік күні, бізде білесіздер, одан кейін жеңіс күні келе жатыр. Санаулы күндерден кейін соңғы қоңырау келе жатыр. Сондықтан сабақтарыңызды жақсы оқып, жаңа оқу жылына тың серпінмен демалып келуіңізге тілектеспін. Жақсы, Руслан Құрманғалиұлы, уақытыңызды бөліп, біздің телестудиямызға келіп сұхбат бергеніңізге алғысымыз шексіз. Бүгінгі білім осы олимпиадасын ұйымдастыруға атсалысқан осы Арал аудандық білім бөлімінің басшылығына, әдіскерлеріне үлкен алғысымызды білдіреміз. Яғни кейбір аудандарда, мысалға енді басқа облыстарда бұл мұндай мүмкіндікке жеткізіп жатқан жоқ. Яғни бұл әлі қатта жетпей жатқан болуы мүмкін. Бірақ
осы Қызылорда облысының барлық аудандары да қолдап бірден осы олимпиаданы күтіп жатыр. Сондықтан бүгін Арал ауданында өте жақсы деңгейде, жоғары деңгейде өтіп жатыр. Сондықтан баршамызға алдағы жұмысымызға сәттілік тілейміз. Келер оқу жылында 3-ші, 4-ші, 5-ші сынып оқушыларын да қамтығымыз келеді. Барша мұғалімдер осы олимпиададан күтетін боламыз. Құрметті көрермендер, бүгін біз ауыл балаларына арналған олимпиаданың маңызы, ерекшелігі, мүмкіндіктері туралы мазмұнды әңгіме өрбіттік. Қонағымызға уақытын бөліп маңызды ақпараттармен бөліскені үшін алғысымызды білдіреміз. Білімге ұмтылған әр оқушыға сәттілік тілейміз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған телестудия жүргізушісі Жақсылықова Гүлсезім.